Сәлем достар, кез келген мерейтойға арналған баннер жасау процесін көргіңіз келсе және үйренгіңіз келсе, бұл видеоны аяғына дейін көріңіздер. Алдымен Pinterest программасында өзімізге қалаған фонды таңдап аламыз. Фонды таңдағанда мұқият болыңыздар. Және PicsArt программасында керек элементтерімізді дайындап аламыз. Маған золотой круг пен адамдардың есімдері және фотоны кесіп алу керек. Золотой кругты мен стикерден таңдап, өзіме PNG форматында сақтап алдым, көлемін мөлшерлеп. Және екі адамның есімдерін әдемі шрифтпен әдемі түсте таңдау үшін есімдерін жазып, цвет форматын, цвет кнопкасын басып, алтын түстес етіп бұлай таңдап аламыз. Содан шрифтті әдемілеп келтіріп аламыз. Шрифттерді қайдан алу керек, және де қалай енгізу керек PicsArtқа және PixLabқа, ол алдыңғы видеода болады. Менің каналыма жазыла кетіңіздер. Өйстіп PixLab программасына өттік. PixLab программасына дайындаған элементімізді қоямыз. Фотоны золотой кругқа енгіземіз, аттарды жазамыз. Аттың астына мерейтойдың аттарын жазамыз. 50 жас мерейтой және 25 жыл күміс той деп осылай әдемілеп жазып аламыз. Және де оның да түсін аттың түсіне сай келетіндей әдемілеп келтіреміз. Шрифттерін таңдаймыз. Сыртын обводка жасаймыз, қара түстес етіп. Осылай әдемі ғып жазып аламыз. Содан кейін қалған астына екінші фотомызды енгіземіз. Онда мен PicsArt программасында PNG форматына келтіріп әдемілеп кесіп алдым. Артқы фондарын алып тастап, өйстіп қоямыз. Содан кейін өзімізге керекті өлең жолдарын, немесе заказчик өзі берген өлең жолдарын енгіземіз. Өлең жолдары осылай әке мен анаға арналған әдемі өлең. Оны да жақсы шрифтпен әдемі түсте етіп, өйстіп әдемілеп орналастырамыз. Және де бұл баннерді сақтағанда телефоныңызда орын көп болу керек. PixLab программасында жасалған баннер өте көп орын алуы мүмкін телефоныңызда.